Құрметті оқушым, бұл жерде x минус 3-тің 4 дәрежесін айнымалыға ауыстырам, яғни t тең x минус 3-тің квадраты деймін. Сонда бұл жерде t квадрат қосылған 8-ті азайтылған 9 тең 0 деген шығады. Енді бұл жерден қоссам 8-ді көбейтсем минус 9-ды беру керек. Онда 1 қосылған минус 9 тең минус 8-ге орындалып тұр. Көбейтсем минус 9-ды береді. Дұрыс. Біз алдық t әрдайым үлкен нөлден немесе тең болады. Енді осы жерден t1 тең 1-ге деп алсақ, 1 тең x минус 3-тің квадратына болып қалды. Екі жағында квадраттасақ, плюс минус 1 тең x минус 3-ге, яғни x бірім тең 1 қосылған 3-те 4-ге, минус 1 жағдайын қарастырсақ, x2 тең минус 1 қосылған 3 тең 2-ге болып қалды. Енді теңдеудің түбірлері бізде бұл жерде 4 пен 2 болады. Яғни бұл жерде жауап с нұсқасына сәйкес келеді. Өйткені ешқашан бұл жерде квадратта минус санға тең болмайды, сондықтан осы жауапты ғана аламыз.